Қайырлы күн оқушылар. Мен география пәні мұғалімі Саржанова Тұрғанкүл. Бүгінгі сабағымызда бөлім гидросфера. Сабағымыздың тақырыбы көлдер мен мұздықтар. Оқу мақсаты: дүниежүзінің және Қазақстанның көлдері мен мұздықтарын жоспар бойынша сипаттау. Сабақтың мақсаты: көлдер мен мұздықтардың түрлерін білу. Бағалау критерийі: білу және түсіну. Көлдер мен мұздықтардың түрлерін білу. Қолдану: карта бойынша көлдер мен мұздықтарды сипаттау. Дүниежүзілік мұхитпен тікелей байланысы жоқ табиғи қазаншұңқырда ойыста орналасқан су айдынын көл деп атайды. Жалпы алғанда, көлдер құрлық ауданның 2%-ға жуығын ғана алып жатыр. Көлдер құрлықта біркелкі таралмаған. Көлдер климаты ылғалды, ойыстар мен қазаншұңқырлары көп кездесетін аумақтарда көлділік деңгейі жоғары болады. Көлдерді зерттейтін ғылым лимнология деп аталады. Көлдердің түрлері жасына байланысты, ауданына байланысты, ағындылығына байланысты, судың құрамының тұздылығына байланысты және көл қазаншұңқырларының пайда болуына байланысты бөлінеді екен. Көлдер жасына байланысты ежелгі және жас көлдер деп бөлінеді. Орналасу биіктігіне байланысты көлдер таулы және жазықты болып бөлінеді. Таулы көлдер бұлар таулардың ұшар басында орналасқан. Мысалы, Анды тауында Титикака, Тянь-Шань тауында Ыстықкөл жатады екен. Жазықта орналасқан көлдер, яғни Каспий, Арал, Балқаш көлдері. Көлдер шығу тегімен қалыптасу типіне қарай тектоникалық көлдер, бөген көлдер, мұздық тектоникалық көлдер, қалдық көлдер және жанартаулық көлдер болып бөлінеді. Тектоникалық көлдер жер қыртысының қатты майысып, терең жарықтарында орналасқан көлдер. Оларға Байкал, Ыстықкөл, Марқакөл жатады. Мұздық тектоникалық көлдер төрттік мұз басулар барысында мұздықтар әсерінен терең тектоникалық қазаншұңқырда орналасқан көлдер жатады. Мұндай көлдерге Солтүстік Америкада ұлы көлдер мен Фенноскандия көлдері жатады. Қалдық көлдер су басу дәуіріндегі ірі теңіз алабының орнында қалған көлдер. Мысалы, Каспий, Арал, Балқаш, Африкадағы Чад көлі қалдық көлдерге жатады. Бөген көлдер тау опырылып, өзен аңғарын бөгеп тастаған кезде пайда болған көл. Мысалы, Памирдегі Сарез көлін және үлкен Алматы көлін айтуға болады. Жанартаулық көлдер сөнген жанартаудың кратерінде пайда болған көл. Мысалы, олар көбіне Ява аралында, Камчатка түбегінде кездеседі. Көлдер режиміне қарай ағынды және ағынсыз көлдер болып бөлінеді. Өзен ағып шығатын көл ағынды көлге жатады. Ағынды көлдерге мысал келтіретін болса, Байкал, Ладош, Анеш, Антария көлдері ағынды көлдерге жатады екен. Ағынсыз көлдер: өзендер келіп құйғанмен ешқандай өзен ағып шықпайды. Бұндай көлдерді тұйық немесе ағынсыз көлдер деп атайды. Ағынсыз көлдерге Чад, Балқаш, Эйр, Каспий жатады. Ағынды көл мен ағынсыз көлдің бір айырмашылығы: ағынды көлдерде тұздылық аз болады да, ағынсыз тұйық көлдерде тұздылық жоғары болады. Тұздылығы бойынша көлдер ащы және тұщы болып бөлінеді. Ащы көлдер ағынсыз көлдер. Жер шарындағы тұздылығы ең жоғарғы көл Арабия түбегінде орналасқан Өлі теңіз көлі. Өлі теңіз көлі теңіз деңгейінен есептегенде -403 метр төменде орналасқан. Өлі теңіздің әрбір литр суында 322 грамм тұз бар, яғни тұздылық 322 промиллеге жетеді. Бұл көл кеуіп қалатын болса, онда оның орнында қалыңдығы 21 метр тұз қабаты қалар еді. Тұщы көлдер, яғни ағынды көлдер. Оған мысал келтіретін болсақ, Ресейдегі Байкал көлі, Қазақстандағы Зайсан көлі мысал бола алады. Бұның суы үнемі айналымда болғандықтан және буланушылық төмен болғандықтан
тұздылығы төмен болады. Мұздық тек қатты күйде түсетін жауын-шашынның жинақталып, біртіндеп өзгеруінен құрлықта түсетін көп жылдық мұз қабатын атайды. Мұздықтар жауған қардың жентектеліп мұз массасы френге, оның ауырлық күшіне байланысты тығыздалып, глетчерге айналуынан түзіледі. Мұздықтар жамылғы мұздықтар және тау мұздықтары болып бөлінеді. Антарктида мен Гренландияны, арктикалық аралдарды жауып жатқан тұтас мұз жамылғысы жамылғы мұздықтарға жатады. Тау мұздықтары мұздықпен салыстырғанда пішіндерінің көлемінің әртүрлі болуымен ерекшеленеді. Олар тау төбелерінде, беткейлерде және аңғарларда орналасады. Ең көп таралған аңғарлық мұздықтар, олардан тау өзендері бастау алады. Аңғарлық мұздықтар трог деп аталады. Ең ұзын мұздық Аляскадегі Хаббард мұздығы, ұзындығы 145 км. Қар сызығы дегеніміз жыл бойы қардың ерімей сақталатын биіктігі. Мұздықтардың тасымалдаған жыныстарын жалпы атпен морено деп атайды. Мұздықтар дүниежүзілік ылғал айналымында маңызды рөл атқарады. Мұздықтардың түзілуінде климат жағдайлары басты орын алады. Мұз жамылғысы альбедо құбылысы көмегімен ауа температурасын төмендетеді. Бүгінгі сабақта көлдер мен мұздықтар туралы мағлұматтар алдық. Картаны қолдана отырып, көлдерге сипаттама жасау жоспарын ұсынамын. Бірінші, көлдің атауы, географиялық орналасуы, көл қазаншұңқырының түрі, суының тұздылығы, ағындылығы және құятын өзендері туралы жазылады. Бүгінгі сабақта алған мәліметтерімізді пайдалана отырып тапсырмалар орындаймыз. Тапсырма. Бірінші, көлдерге сипаттама беріңіз. Өз қалауларың бойынша картадан бір көлге сипаттама жасау. Көлдің атауы қалай аталады? Көл қай жерде орналасқан, географиялық орналасуы, көл қазаншұңқырының түрі, көлдің суының тұздылығы, көлдің ағынды немесе ағынсыз көл екенін анықтауымыз керек, және оған құятын өзендерді жазамыз. Екінші тапсырма. Картадан ірі көлдерді анықта. Байкал, Ыстықкөл, Титикака, Танганьика, Эйр, Маракайбо, Виннипег, Онтарио, Балқаш, Каспий, Арал, Мичиган, Виктория, Ньяса, Ладога, Анеж көлдері. Және осы көлдердің орналасқан материктерін анықтаймыз. Үшінші тапсырма. Мұздықтарға жоспар бойынша сипаттама беріңіз. Өз таңдауың бойынша кез келген мұздықты алып, оған жоспар бойынша сипаттама береміз. Мұздықтың атауы, географиялық орналасуы қай тауда орналасқан, немесе қай жерде орналасқан, қандай өзендер бастау алады, мұздықтардан бастау алатын өзендерді атаймыз. Мұздықтың қай түріне жатады, жабынды мұздық немесе тау мұздығы.